Саламатсыздар ма? Жасқа байланысты есеп. Асқардың осыдан 5 жылдан кейінгі жасы, осыдан 4 жылдан бұрынғы жасына 4 есе артық болса, Асқар қазір нешеде? Есепті шығарып көрейік. Асқардың 5 жылдан кейінгі жасы 4 жылдан бұрынғы жасынан 4 есе артық. Асқардың қазіргі жасын табайық. Мынау Асқардың 5 жылдан кейінгі жасы. 5 жылдан кейінгі жасы деп есептейміз. 4 жылдан бұрынғы жасынан 4 есе артық деді бізге. Оны 4 бөлікке бөлдікте, мына 4 жыл бұрынғы жасы мына. Осы бір бөлік 4 жыл бұрынғы жасы. Сонда біздің мына жердегі артық, Асқардың артық жасы 4 жыл бұрынғы дегенде 4 жаспенен 5 жылдан кейінгі деген 5 жастың мына жерде қосындысы 3 жыл болды. 4 қосу 5 болды, иә? Ал бізден қазіргі жасын сұрайды. Оны табу үшін алдымен біз мына бір бөлікті тауып алуымыз керек. Асқардың 4 жылдан бұрынғы жасын тауып алсақ, қазіргі жасын табуға болады. Ал енді біз мына 4-ке 5-ті қоссақ 9 болады. 9-ды біз мынау 3 бөлікке бөлсек, бір бөлікті таба аламыз. Сонда бір бөлікте 3 бар екен. Ол бөліктердің барлығы бірдей болғандықтан, міне 4 жыл бұрынғы жасы 3-те болған екен. Ал енді 3-ке біз сол 4 жылды қоссақ, ол қазір 7-де. Енді тексеріп көрейік. Міне Асқардың қазіргі жасы 7-де екенін тауып алдық. 7-ге 5 жылды қоссақ 12 болмай ма? 12, е? Ал енді 7-ден 4 жыл бұрынғына тапсақ, азайтсақ 3 болады, е? 12-ні 3-ке бөлсек 4 болады. Сонда Асқардың 5 жылдан кейінгі жасы 4 жылдан бұрынғы жасынан 4 есе артық екенінде дәлелдедік. Сонымен Асқардың жасы 7-де. Екінші есеп. Атасы 68 жаста. Немересі 20 жаста. Неше жылдан кейін атасы немересінен 3 есе үлкен болар еді. Бұл есепке мынадай теңдеу құрамыз. Себебі біз немересінің жасы 20-да екенін білеміз. Оған бірнеше жылды қосқан кезде ол атасынан 3 есе кіші болады. Ал енді атасының жасы 68-де ғой. Оған сол бірнеше жылды қосқан кезде ол одан 3 есе артық болар еді. Жақшаны көбейтудің үлестірімділік қасиетін қолданып, жақшаны ашамыз. 20 көбейту 3 қосу 3х болады. X көбейту 3-іміз 3х болады. Тең 68 қосу x. Ал енді 60 қосу 3х тең 68 қосу x. Осындай теңдеу шықты. Біз енді мынау 3х-тан 1х-ті азайтамыз. Сонда бізде 3х азайту x тең 68-ден 60-қа азайтамыз. 68 азайту 60 деген осындай теңдеу шығар. 2х тең 8. Міне жай теңдеуге енді келді. Мына жерде көбейту бар деп есептейміз. X-тің мәнін табу үшін біз 8-ді 2-ге бөлеміз. X тең 4-ке. X тең 4-ке. Сонда 4 жылдан кейін атасы немересінен 3 есе үлкен болады. Тексеріп көрейік. Қазір немересі 20-да. 20-ға 4-ті қоссақ 24 болады. Атасы 68-де. 68-ге 4-ті қоссақ 72 болады. 72-ні 24-ке бөлсек 3 болады. 24-ті 3-ке көбейтіп көріңдер. Сонымен есептің жауабы 4.
Әмір 6 жылдан кейін қазіргі жасына 3 есе үлкен болады. Әмірдің жасы қазір нешеде? Айжанның осыдан 4 жылдан кейінгі жасы осыдан 4 жыл бұрынғы жасынан 3 есе артық. Айжанның жасы қазір нешеде?